Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода венские вафлердің рецептісімен бөлісемін. Көптеген рецептерді пайдаланып, осындай вафлерді жасап көрдім. Тек осы рецептте қана қарапайым вафельницада пісірген кезде екі жағына да осындай төрт бұрышты болып із қалып пісіп шықты. Вафлердің құрамын видеоның астына жазып қалдырамын. Електен өткізілген ұнға қопсытқышымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. 3 жұмыртқамызды ыдысқа шағып алып, бірден қантты қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Массамыз өзінің көлемін 2 есеге дейін ұлғайтып, ағарғанша миксерлейміз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастаймыз және жылдамдықты арттыра береміз. Бөлме температурасында тұрған өте жұмсақ сары майымызды қосамыз. Және массамызбен толық араласу үшін миксердің көмегімен араластырамыз. Массамызға май толық араласқаннан кейін жылы сүтімізді қосамыз. Ұнды массамызға 2 бөле отырып қосамыз және миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырған дұрыс. Міне біздің вафлеміздің қамыры толығымен дайын болды. Дайын болған қамырды қызып тұрған вафельницаға екі жағына май жаға отырып пісіріп аламыз. Вафельницаға 2 ас қасықтан қамырымызды салсақ жеткілікті. Вафлеларымыз 5-6 минутта пісіп дайын болып шығады. Видеодан көріп отырғандарыңыздай барлық қамырымызды осылай пісіріп аламыз. Осы рецепт өзіме өте қатты ұнайды, бір жасағаннан шығады. Көп таңғы астарға дайындаймын, балалардың сүйікті вафлеларына айналатыны сөзсіз. Егер рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және кез келген комментарий қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.